Ал сәлем достар. Бүгінгі күнде бітті. Міне Армақ екенбіз. Оны төменде Қарғалы ауылы, ар жағында Черкасск. Бұл ауылдың атын білмеген. Жаңа неде жазылмапты. Жаңа кісі өте керемет кісі екен. Жаңағы бұл ауылдың жалпы Қарғалы, ар жағында Ақтерек, Черкассктың ауылдың кісілері өте. Мен осы жолда осы Алматы облысы бойынша айтып отырмын. Енді басқа облыстарда ерекше адамдар кездесті. Мен жалпы осы уақытқа дейін 3 облысты араладым ғой. Егер білмесеңіздер, видеоларды, жаңағы ескі видеоларды қарасаңыздар, Қызылорда облысында енді аз уақыт болдым. Қызылорда, оңтүстік Қазақстан, бұрын оңтүстік Қазақстан болатын. Тараз, Алматы, 4 облыс, бірақ енді Қызылорда облысында аз болғандықтан 3 облыс дей берейік. Сонда Алматы облысында ерекше кісілер, қонақжай осы жерде екен көбісі. Сонда енді жаңа кісі кеп маған бірінші арпа алып келді, бар бір жерден. Бір кісіге айтып жатыр, жаңа бұл жерде бір саяхатшы бір бала жүр деп еді. Ол келіңіз жем берем деп жем кәдімгі беріп жатыр. Содан кейін жаңа кісі бірінші атыма қызығып, атымды мен дүкенге кірген кезде атыма қарап, аттың аяғында жаңағы өзім Германиядан алып келген жаңа не бар, жол бойы адамдардың көбісі сол тағаға аяғына киетін жаңағы аяқ киімге қызығып, соны сұрап жатыр. Содан кейін сол кісі айтты, қазір жүр, жолда мен саған тамақ беріп жіберемін деп. Бір пакет тола жаңа алма, бір пакет огурцы, помидор беріп жатыр. Содан кейін жаңа кісіге звондап жемді алып келді. Содан кейін сұлы керек па, сұлы алып келем дейді. Болса алып келсеңізші деп жатырмын ғой. Енді мен де қарсы болмай тұрмын ғой. Содан барып сұлы алып келді, мотоциклмен барып, ана жаққа, мына жаққа барып келіп жүр. Содан бір қап сұлы алып келді. Жерде тұр, анау ақ қапты. Содан кейін ана жемді арпаны көтере алмаймыз, ол өзімен алып кетті сонымен. Сонымен айтып жатыр, сол жаққа барсаң таныстарым бар, жаңа Лепсіде. Хабарласып айтып қоямын, сені күтіп алады деп. Сондай өте ойламайсың ғой осындай. Неше түрлі жалпы саяхаттың кезінде неше түрлі адамдарды басқа жағынан танисың. Осындай әсіресе атпен, немесе жаяу болсын, велосипедпен болсын. Жалпы саяхаттың андай бұл түрлері, жаяу саяхат болсын, ерекше жалпы. Адамдар ерекше көзқараспен қарайды. Сөйлескенде сіздермен басқаша сөйлеседі. Машинамен қыдырмайсың ба, бәрі мотоциклмен қыдырмайсың ба дейді. Ол басқа. Сіз мынандай саяхаттың мынандай түрін көрмей, сіз оны түсінбейсіз. Тек қана адамдармен емес, табиғатпен де байланыс басқаша болады ол кезде. Жаңағы сіз өзің сол саяхатты өз басыңыздан өткермесеңіз, бұл саяхаттың не деген керемет екен, қандай жақсы кісілер, қандай жақсы жерлерді басқа жағынан тануға болатын түсінбейсіз. Сіз солай саяхатсаңыз түсінесіз. Оны мен сізге айтып та жеткізе алмаймын. Сондықтан бұл саяхат ерекше жалпы. Осылай. Қазір енді осы жерге шатырды ашамыз, ұйықтаймыз. Лепсі ауылына жалпы 11-12 километр қалды. Енді түнде жүрмейміз ғой. Дем аламыз, ұйықтаймыз. Сондықтан шатырды ашамыз. Ал кеттік.
Сосын жаңа кісі айтып жатыр, үйге келіп қон дейді маған. Сонымен, сіз маған көп нәрсе жасадыңыз, рахмет, осының өзі де жетерлік десем. Мен қазір бір жерге кетіп бара жатырмын, әйтпесе үйге келіп қонып, сөйтіп кетуім керек еді деп айтып жатыр. Не деген сондай қонақжай кісілер. Солай. Керемет осындай кісілерді тану, кездестіру, табиғатты да тану, табиғатты кездестіру. Жалпы барлық жағынан керемет саяхат қой, керемет. Бірден көрдің ма? Не көрдің? Не бар о жақта? Арғымақ. Шуайни.